Дузлыханада 40 минут тойып демалсаңыз, организміңізде қандай өзгерістер болады? Мұны білетін бе едіңіз? Дузлыханаға кіріп, терең демалсаңыз, тұздағы майда бөлекшелер демалу жолларыңызға, өпкеңізге шекем жетіп барады. Сол 40 минуттың ішінде денеңізде 3 өзгеріс жүз береді. Біріншісі болса, бұл тұз бөлеклері сіздің демалу жолларыңызды хамде ішкі аллергия хамде шаңларды тазалап шығарады. Екіншісі болса, бронхит астмасы бар адамларда демалу аңсатласады хамде жөтелі азаяды. Үшіншісі болса, бұл жердің хауасы өзгеше, ылғалдығы төмен, нервларды тыныштандырып, стрессті азайтып, hamda ұйқыңызды жақсылайды. Бұл дәрі емес, иммунитетке жәрдем беретін табиғи процедура. Бұны көпшілік адамлар бір рет алған уақытында жақсы болып қалдым дейді, бірақ бұны бір курс қып алсаңыз, елде өзгеше нәтиже көресіз. Сіз бұл процедурадан кейін өзіңізде қандай өзгеріс көрдіңіз? Комментарий бөліміне жазып кетің. Бұл видеоны болса аллергиясы, бронхит, астмасы бар адамларға жіберіп қойың.